Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз крон ауруы. Крон ауруы дегеніміз бұл асқазан ішек жолдарында болатын патология. Яғни ауыз қуысынан бастап анал тесігіне дейінгі барлық бөлігінде болатын ойық жарамен сипат алатын ішектің қабыну ауруы. Крон ауруы кезінде ішектің сау бөліктері де және де зақымдаған тұстары да кезектесіп орналасады. Кейбір адамдарда аурудың ауыр симптомдары байқалуы мүмкін, ал басқаларда жеңіл түрде, яғни симптомсыз өтуі мүмкін. Аурудың ауыр барысында ұзақ уақыт бойы емделу, тіпті хирургиялық жолмен де алуға тура келеді. Жалпы симптомдары және де олардың себептерін қалай анықтайды, қандай диагностика жүргізіледі, осы сауалдарға жауап беретін боламыз. Крон ауруының себептері қандай? Ол ішектің осы қабыну ауруының пайда болу себептері осы уақытқа дейін белгісіз болған. Яғни бір отбасының мүшелерінде кездесуі мүмкін, яғни бұл тұқым қуалау процесі болуы да мүмкін. Классификациясына қарай энтерит, колит және де энтероколит деп бөлінеді. Крон ауруының симптомдары. Бұлар асқазан ішек жолдарының зақымданған бөлігіне қарай әртүрлі болады. Негізгі жиі симптомдары бұл диарея, асқазанның түйіліп, одан кейін ауырсынуы, іште қайталанып пайда болатын ауырсыну, нәжістегі қан, тәбеттің төмендеуі және де жоспарланбаған салмақ жоғалту. Қосалқы симптомдар бұл қалтырау, буындағы әлсіздік, көрудің және терідегі мәселелер, шаршау сезімі болуы мүмкін. Диагностикасында біз рентгенологиялық зерттеуді қарастырамыз, яғни энтероскопия, иреоскопия деген сияқты зерттеу аспаптары. Шырышты қабаттың көлемі әртүрлі жаралар байқалады және де тас көшек көріністері анықталады. Ішек контурындағы тікен тәрізді өспелер, зақымданған ішек бөліктерінің қысқаруы анықталады. Эндоскопия, яғни колоноскопия кезінде шыш асты қабықтың ісінуі, тамыр өрнегінің жойылуы, инфильтрациялық фазада жаралар, ішектің структуралары байқалады. Шырышты қабатты морфологиялық зерттеу кезінде биоптатты, туберкулоидтық және саркоидтық типтік гранулемалар анықталады. Және де жалпы қан анализінде қандай өзгерістер байқалады. B12 тапшылықты анемия және де темір тапшылықты, постгеморрагиялық анемиялардың белгілері анықталады, лейкоцитоз және де эритроциттің тұну жылдамдығы жоғарылайды. Биохимиялық қан анализінде альбуминнің төмен түсуі, гиполипидемия, гипогликемия, гипокальцемия анықталады. Ал нәжісте өзгерсе стеаторея, белоктың болуы және де микрофлораның дисбактериозға тән өзгерістері осы ауруда анықталады. Аурудың дәрежесіне қарай препараттар енгізіледі, яғни орташа дәрежелі активтігінде болатын болса 5 аминосалицил қышқылы беріледі. Ал егер де осы қышқылдан, яғни осы препараттан нәтиже болмаған жағдайда және де осы крон ауруында ауыр даму сатысы болатын болса, стероидты гормондар тағайындалады. Преднизолон деген сияқты препарат тағайындалады. Бұл 40-80 мг тәулігіне 4-8 апта ішке қабылдайды. Ал егер де ауыр күйінде болатын болса, венаға егіледі. Гормонмен емдеуге тұрақтылық, яғни резистенттілік болған жағдайда цитостатиктер тағайындалады. Азатиопринді 2-2,5 мг килограмм дозасында глюкокортикоидтармен қосып береді. Ем курсы кем дегенде 1 ай уақыт болу керек. Метотрексаттың 25 мг етке, яғни бұлшық етке аптасына 2 рет 6-8 апта бойы егіледі. Және де осы егерде крон ауруын емдеуде әртүрлі тұндырмаларды, қайнатпаларды қолдануға болады. Бұл қанды ағаш бүрі, шалфе жапырақтары, шайқұрай, жабайы шетен. Ал қайнатпаларға жол желкен, емен қабығы деген сияқты, қара жиде, қара қарақат деген сияқты осындай қайнатпаларды қолданады. Крон ауруы дер кезінде емделмеген жағдайда бұл асқынуға алып келеді. Бұл асқынуларға жылан көз, ішек стеноздары, ішектен қан кету, ішектің перфорациясы және де
көптеген осы патологияға алып келуі мүмкін. Яғни малигнизация деген сияқты структуралар, сосын тоқшектің жедел токсикалық дилатациясы деген сияқты асқынуларға алып келуі мүмкін. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.